Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен мен Гаухар. Бүгін біз айран мен қызылшадан смузи дайындайтын боламыз. Смузи деген диета ұстайтын адамдарға арналған қою сусын. Смузи туралы білгілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болып арнама тіркеле отырыңыздар. Смузи жеміс-жидектер немесе көкөністер мен сүт не сумен араласқан сусын. Диетологтардың пікірінше смузиді үйде жасау керек. Смузиге кез келген ингредиенттерді қосуыңызға болады. Мысалы, йогурт, дән, айран, салат, жаңғақ, тағы басқаларын жасап, қосып смузи жасауға болады. Смузи дегеніміз ол коктейльдің бір түрі. Бүгінгі біздің дайындағалы отырған смузиіміз ол айран мен қызылшадан жасалынған смузи. Бұл смузи біз тек қана бір ішкенге ғана дайындағалы отырмыз. Негізінен бұл смузиді бір күнге толық дайындап қойсаңыздар болады. Ол үшін 1,5 литр айран және 1 килограмм қызылшаны блендердан немесе теркадан өткізіп дайындап қойсаңыздар болады. Біз қазір 200 грамм айран мен 1 қызылшадан ғана дайындаймыз. Ол үшін айрандарыңыз сіздердің майлы емес болу керек. Одан кейін піспеген қызылшаны теркадан өткізіп, айранға қосып, араластырып, аш қарынға 3 күннен 7 күннің аралығында ішесіздер. Бұл смузиді ішкен уақытта жақсы қозғалыста болу керек. Мен піспеген қызылшаны терканың майда жағынан өткізіп алып, оны айранымызға қосып араластырдым. Араластырғанымда менде түсі осылайынан розовый болып шықты. Бұл тұрған сайын өзі қызарады. Сіздер де жылдам арықтағыларыңыз келсе, осындай смузи дайындап ішіп көріңіздер. Сіздермен болған мен Гаухар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырай отырыңыздар.